Ассаламу алейкум ва рахматулла, құрметті оқырмандар, біз өздеріңізбенен намаз көзімнің қарашығы атты дәрістер желісіндеміз. Намаз шүкіршіліктің ең ұлы көрінісі. Алла тағала өзінің сүйікті елшісіне алейхиссалату вассаламға кәусар нығметін берген кезде былай бұйырды: «Инна а'тайнакал кәусар, фасолли лираббика ванхар». Расында біз саған кәусарды бердік, ендеше Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал. Кәусар сүресінің аяттары. Назар аударыңыздар, құрметті оқырмандар. Алла тағала ұлы нығметті еске салғаннан кейін бірінші болып намазды бұйырып тұр. Өйткені намаз шүкіршіліктің ең кемел көрінісі. Ұлы ғалым Ибн Атаилла Ас-Сакандари, Алла рахмына бөлесін, былай деген: шүкіршілік үш түрлі болады. Бірінші тілдің шүкіршілігі, екінші дененің шүкіршілігі, үшінші жүректің шүкіршілігі. Ал намаз осы үшеуін де өз бойына жинайды. Бірінші тілдің шүкіршілігі, Алла тағала Құранда былай деген: «Ва амма би ниъмати раббика фахаддис». Ал Раббыңның нығметін әңгімелеп жеткіз. Туха сүресінің аяты. Намазда біз «Альхамдулиллахи раббил аламин», барлық мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға тән дейміз. Сондай-ақ «Субхана раббиал азим», ұлы Раббымды пәктеймін дейміз. Және «Раббана валакал хамд», «Ва Раббымыз, барлық мақтау мен мадақ саған ғана тән» деп айтамыз. Мұның барлығы тіл арқылы жасалатын шүкіршілік. Енді екіншісі дене мүшелерінің шүкіршілігі. Алла тағала ол туралы да Құранда «И'малу аля Дауда шукра», ва Дауттың әулеті шүкіршілік ретінде амал етіңдер деген Саба сүресінде. Намаздағы қиям, руку, сәжде, отырыс дене мүшелерінің Аллаға деген шүкіршілігі. Енді жүректің шүкіршілігі Алла тағала бұлай дейді: «Уама бикум мин ни'матин фаминаллах». Сендердегі барлық нығмет Алладан. Нәхл сүресінің аяттары. Намаз кезінде жүрек осы ақиқатты сезінеді. Ол Алланың ұлылығын мойындайды. Оған деген сүйіспеншілікке толады. Қорқыныш пен үміт арасында тұрады. Осылайша намаз жүректің де шүкіршілігіне айналады. Сондықтан намаз шүкіршіліктің ең толық, ең кемел көрінісі деген ғалымдарымыз. Алла тағала қасиетті Құранда «Ва из тааззана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид». Раббыларың жариялаған еді: егер шүкір етсеңдер, нығметімді арттырамын, ал егер қарсы келсеңдер, расында менің азабым өте қатты, деді Ибрахим сүресінде. Алла тағала періштелер алдында намаз оқушыларды мақтайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам былай деген: «Ятаақабуна фикум малаикатун бил-лейли ва малаикатун бин-нахар, ва яджтамиуна фи салатил фаджри ва салатил аср, сумма я'руджу аллазина бату фикум ва яс'алухум раббухум ва хува а'ламу бихим, кайфа тарактум ибади, фаяқулуна таракнахум ва хум юсаллун ва атайнахум ва хум юсаллун». Сендердің араларыңда түнгі және күндізгі періштелер алма кезек алмасады. Олар таң намазында және екінті намазында жиналады. Кейін түнде болған періштелер көтеріледі. Сонда Раббылары олар туралы жақсырақ білсе де, құлдарымды қандай күйде қалдырдыңдар деп сұрайды. Олар: біз оларды намаз оқып жатқан күйде қалдырдық, және оларға келгенімізде де намаз оқып жатқан еді, дейді. Адам баласы өмір бойы, ойланыңызшы оқырман, біз бенсіз өмір бойы өзгелердің алдында мақтануға тұрарлық нәрсе іздеуіміз мүмкін, бірақ көбіне оған жете алмаймыз. Ал бүкіл әлемдердің Раббысы бізді, сізді өзінің періштелерінің алдында мақтайды. Бұл намаз оқушы үшін қандай ұлы мәртебе. Намаз иманның дәлелі. Пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деген: «Ас-салату бурханун». Намаз иманның дәлелі. Кейбір адамдар: мен мұсылманмын, кәлима шахаданы айтамын, ешкімге зиян келтірмеймін, ең бастысы жақсы адам болу, дейді. Алайда ислам тек сөзден тұрмайды. Иманның жемісі оның амалы арқылы көрінуі. Біздің бабамыз Абай атамызда «Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес» деген.
Алла тағала қасиетті Құранда «Валлазина юъминуна бил ахирати юъминуна бих ва хум аля салатихим юхафизун». Ақирет күніне иман келтіргендер оған да иман келтіреді әрі намаздарын сақтайды. Ән'ам сүресінің аяттары. Шынайы мұъмин қиямет күні намаз үшін жауап беретінін біледі, сондықтан ол намазын сақтайды. Алла тағала Муъминун сүресін былай бастайды. Қараңыздаршы: «Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун». Расында мұъминдер құтылды, олар намаздарында ықыласты әрі кішіпейіл болғандар. Муъминун сүресінің аяттары. Олардың барлық жақсы қасиеттері дәл осы намаздағы ықыластан бастау алады. Сүренің соңында Алла тағала қайтадан намазды атап «Валлазина хум аля салаватихим юхафизун». Олар намаздарын сақтайды дейді Муъминун сүресінде 9-шы аятында. Содан кейін олардың сыйын баяндайды келесі аяттарда. «Улаика хумул варисун аллазина ярисунал фирдауса хум фиха халидун». Міне солар мұрагерлер, олар фирдаус жәннатын мұраға алады әрі онда мәңгі қалады дейді Муъминун сүресінде. Шайтан және намаз. Фирдаус жәннаты мұъминнің ең ұлы арманы. Алайда дәл осы фирдаус шайтанның ең қатты жек көретін нәрсесі. Өйткені ол өз бойындағы тәкаппарлық пен мойынсұнбаушылықтың кесірінен сол ұлы мәртебеден айырылды. Алла тағала адамды алейхиссалам жаратқан кезде періштелерге оған сәжде жасауды бұйырды. Бұл сәжде құлшылық сәждесі емес, Алланың әміріне бағынудың және адамға көрсетілген құрметтің белгісі еді. Барлық періштелер Алланың әміріне бойынсынып сәжде жасады, бірақ Ібліс тәкаппарланып бас тартты. Алла тағала сонда былай деді: «Қала я иблису, ма манака ан тасджуда лима халақту биядайя, астакбарта ам кунта минал алин, қала ана хайрун минху, халақтани мин нар, ва халақтаху мин тин». Алла айтты: «Уа Ібліс, мен өз құдіретіммен жаратқанға сәжде етуден сені не тыйды? Тәкаппарландың ба, әлде өзіңді жоғары санаушылардың қатарынансың ба? Ол мен одан артықпын, мені оттан жараттың, Алланы балшықтан жараттың» деді. Сот сүресінің аяттары. Сонда Алла тағала былай деді: «Қала фахруж минха, фа иннака раджим, ва инна алейка лағнати иля яумиддин». Шық ол жерден, сен қуылғандардың қатарынансың, қиямет күніне дейін менің лағнетім сенің үстіңде болады. Сот сүресінің аяттарының жалғасы. Ібліс Алланың бір ғана бұйрығына қарсы келген үшін рахымнан қуылды мәңгілікке. Ол адамға алейхиссалам тәкаппарлық танытты. Осы тәкаппарлық оны мәңгілік бақыттан айырды. Шайтанның адам баласынан кек алуы. Ібліс өзінің тозақтық болғанын түсінгеннен кейін адам ұрпағынан кек алуды көздеді. Ол жалғыз өзі азап шегуді қаламады, сондықтан адамдарды да өзімен бірге тозаққа сүйреуге ант етті. Оның ең басты мақсаттарының бірі адамды намаздан алыстату. Өйткені намаз құл мен Раббысының арасындағы ең мықты байланыс. Егер сол байланыс үзілсе, адам басқа күнәларға оңай баратын болады. Шайтан адамды намазды кешіктіруге, намазды жеңіл көруге, намазды тәрк етуге, тастауға, намазды ықылассыз болуға, намаз кезінде ойын шашыратуға тырысады. Себебі ол сәжденің қадірін жақсы білет. Өзі сәждеден бас тартқандықтан құрыған. Сондықтан ол бізді де сәждеден алыстатуға бар күшін салады. Бірақ мұнда өте маңызды айырмашылық бар. Шайтан адамға сәжде жасаудан бас тартты. Ал кейбір адамдар бүкіл әлемнің Раббысына сәжде жасаудан бас тартады. Шайтан адамды менсінбегендіктен сәжде етпеді, ал адам кейде кім үшін сәжде етпей жүр? Оны жаратқан, ризық берген, өмір сыйлаған, кешірім есігін ашқан Алла үшін емес пе? Сонда кімнің әрекеті ақылға қонымдырақ? Шайтан бізді жек көреді, бірақ кейде біз оны тыңдаймыз. Ал Алла тағала бізді жақсы көреді, бізге рахым етеді, тәубемізді қабыл етеді. Соған қарамастан кейде оның әміріне қарсы келеміз. Бұл қандай өкінішті жағдай. Намаз Аллаға апаратын ең жақын жол. Намаз жай ғана міндет емес, ол рухтың азығы,
ол жүректің шифасы, ол күнәлардың кешірілуіне себеп, ол пенденің Раббысымен сырласуы, ол мұъминнің миғражы. Намазда адам жер бетінде тұрса да, жүрегі көкке көтеріледі. Тәні дүниеде болса да, рухы Аллаға жақындайды. Сондықтан салих құлдар намазды ауыр жүк емес, үлкен нығмет деп санаған. Олар намаз уақытын күткен, намаз арқылы тыныштық тапқан, намаз арқылы қиындықтардан жеңген, намаз арқылы Аллаға жақындаған. Дәл осы тұста, құрметті оқырмандар, Алладан мынандай дұға жасағымыз келеді. Уа Алла, бізді дүниенің алдамшы сәнімен алданып қалудан сақта, бізді шайтанның азғыруынан қорға, жүректерімізді өз дініңде тұрақты ет, бізді намазын сақтайтын құлдарыңның қатарынан қылшы, намазды көзіміздің қуанышы етші, оны біз үшін ауыр міндет емес, рухани ләззатқа айналдыршы. Уа Алла, өткен намаздарымыздағы кемшіліктерімізді кешір, бізді тәубе етушілердің қатарына қос, жүректерімізді өзіңе байла, бізді дүниеде де, ақыретте де намаз арқылы абыройға жеткіз. Уа Алла, бізді Фирдаус жәннатына кіргіз, пайғамбарымыз Мұхаммедтің алейхиссалату вассалам көршілігін нәсіп ет, ата-аналарымызды, жұбайларымызды, ұрпақтарымызды, ұстаздарымызды және барлық мұсылмандарды кешір. Расымен сен аса кешірімді, ерекше мейірімдісің, Раббым. Әмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Алланың сәлемі, рахымы және берекеті сіздермен біздерге болсын.